Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз уыздың пайдасы. Жаңа төлденген малдың төлі емгеннен кейінгі алғашқы сүтінен пісіріледі. Өте дәмді ақ ірімшік болады. Төл емгеннен кейінгі сары уыз бүйенге, ішекке құйылып, етпен бірге пісіріледі. Бұл уыз қазақ халқының мал төлдейтін айлардағы ең бір сүйсініп жейтін тамағы. Уызда жаңа туған сәби мен жас төлдің ауруға шалдықтырмайтын ерекше құрамдар көп бөлшектер болады. Мысалы, белок жай сүтке қарағанда 4-8 есе артық, дәрумендер D, И, B2, ПП, B12 және темір 3-6 есе артық. Сонымен қоса минералды элементтерде де жоғары болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.